Жылдам хабарнама шұғыл дерек бақ.кз өзінің соңғы жаңалықтарымен бөлісті. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписайтсыз және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Елордалықтар тістерін тегін емдете алады. Астананың Сарыарқа, Байқоңыр аудандарында тіркелген азаматтар 3 және 7 сәуір аралығында тегін тіс емдету және протездеуге жасай алады деп хабарлады бақ.кз порталы. Стоматология оқу-клиникалық орталығы ЖШС Астана қаласы бойынша Сарыарқа, Байқоңыр аудандарында тіркелген азаматтарда 2023 жылғы 3 және 7 сәуір аралығында сағат 9-дан 18-ге дейін, үзілдік уақыты 13-14-ге дейін тегін тіс емдеу және протездеуге тіркеді. Тегін тіс емдеу және протездеу келесі санаттарда қабылданады: ОГС ардагерлері және ОСК сонымен мүшеліктері, соған қоса соған тегістелгендер, жасы бойынша зейнеткерлер, ер адамдар 63 жас, әйел кісілер 61 жас, 1-2-3 топ мүгедектігі бар тұлғалар, көп балалы аналар, сонымен қоса мүгедек бала асырап отырған отбасы. Жазу онлайн режимде жүзеге асырылады. Бұл жазу форматы халық арасында жұқпалы аурулардың алдын алу шаралары күшейтуге бағытталған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.